Келмейді. Камераң айтып тұрмын сен. Сіздің тапсырса, жүр, сіздің тапсыр кетеміз, болып бірге шығып кетеміз. Сен кімсің сен вообще? Өтсең. Сен кімсің? Мақыл айналайын. Жүрсің ғой, маған ыңғайсыз. Жоқ, той қарап тұрма сен. Шығарамайды ғой, не үшін шығарады? Шаша, кім Олег? Брадан, мен қазір стакан ашып кіремін. Мен қарамаймын. Қарап тұрам сізге. Айырып тұрсың, жаңа адамдар сияқты отыршы, жаңа жаққа отырсыншы, болды. Мен кіремін сосын. Мақұл, сіз бірінші құжат толтырыңызшы. Басыма тұрмасын да мына брадан. Сіздің басыңызда тұрмайды. Кіремін. Алихан. Мен сізде Юрист. Асай мынаны. Сізде ішімде Асай жұмысым мынаны. кіремін. Алихан. Очередіңе тұрсыз, Жоқ, сізді шығарамайсыздар, болды, очередь тұрамын. Мен керек Сен сол жерден уақыт алып тұрсыңдар, бауырым. Баш бауырым. Тұрмаймын мен, итермей. Провокация қылып тұрсың ба сен әдейі? Жоқ, мен вообще саған ештеңе де маған ыңғайсыз деп қарап отырған ыңғайсыз. Мен сен алтын кіре берсең есік жабылып алды ғой. Алдыңа барып тұрған жоқ, айтып тұрмын. мен кіре беріңіз оған. Кіргізбе сонда ішке кіргізбеші, түрін көрініп тұрған. Бір мәселе мен түсіріп алшы, мына осы мәселе. Мына мен қазір туалетке келемін, мен дәрет сындырып жатырмын. Ал біреу басында қарап тұрса, ол қандай мәселе ол? Біреудің намысы бар, біреудің ұяты бар. Елдос, мен просто міне халықтың мүддесі үшін дедік қой, бұл қалай сіздің қаншалықты заңды қарап тұру? Сізде енді указыңыздың бәрін көрсеттіңіз ғой, штрафы мынандай, айыппұл мынандай. Осы жерде көрсетілген ба? Сиіп жатқан кезде туалеттің басында біреу қарап тұру деген бар ма? Функция бар ма сонда? Енді мына нәрсені қараңыздар. Көрдің ба, Елдос, ол қаншалықты адамның құқығын шектеу ол? Мен, например, біреу сиямай қалады, біреу ұялып қалады, біреу басқа болып қалады. Сонда сіздер қарап тұрасыздар ма? Ол қазаққа жат нәрсе ғой. Мен, например, ұяламын, мен намысым бар, сен біреу қарап тұрса, айналайын, жаз естейін, например, да? Дұрыс айтасыз, мақұл, қазаққа жат нәрсе да. Иә, жат нәрсе ғой. Бірақ мынау жағынан қарасаңыз, медицинаға жат нәрсе емес ол. Бізде болған мындай мәселе, егер керек болатын болса, мысалы да, керек болатын болса, әйел адамға да көмектескенбіз, родыға да көмектескенбіз, еркек адамға. Ол керек болатын болса, бұл жерде мен сізге түсіндіріп айтамын, бұл анализ деп тұр. Дұрыс, анализ. Елдос, қара, маған хорошо қарап тұра беріңіз. Енді әйел кісі келді. Әйел кісіге де қарап тұрасыз ба сонда? Жоқ, ол кісіге санитарка апайлар бар. Қан оға санитарка апай? Санитарка апай реанимацияда ол кісі. Реанимация шақырасыздар ма оны? Шақырамыз. Точно ма? Ол әйел кісіге де қарап тұрмайсыздар ма туалетке? Әйел кісіге мен өзім ұяламын. Давай, Елдос, сіз маған қарамайсыз. Мен сізге дәретін сындырып әкеліп беремін. Келістік па? Іште камера жоқ. Ертең мен қайтып қалай сізге или болмаса бір-бірімізге қайтып дәлелдейміз мысалы сізді. Елдос, сонда мен аған сенбей тұрмын, туалетке мен дәлел. Ешкімге сенбеймін. Мен ешкімге сенбеймін. Сізге де сенбеймін. Өйткені сіз менің рұқсатымсыз түсіріп жатсыз, өзіңіз таныстырған жоқсыз. Енді сонда принципиально көргіңіз келіп тұр ма? Жоқ, мен сіз қазір ГАИ инспектор, тоқтаңыз, қараңыз. Қазір ГАИ инспектор кіреді да. Оны да мачасын қарайсыз қой. Қарап тұрасыз қой. Қараймын, міндетті түрде. Онда біз қарап тұрамыз, сосын күтеміз, сіз қарап тұрасыз. Міндетті түрде қараймын. Бірдей болсын. Бәріне, ДТП-нің бәріне қарап тұрамын. Хорошо болды. Жүрші, сізден тапсыршы. Мен саған жалынайын ма, не істейін? Жүр, өтекші деп жатырмын ғой, наркологиядан. Екі болып жатыр саған, сен қазір. Мен өтіп қойдым, например. Адвокат біреу ұстап тұр ма, Наксені? Айтайшы. Адвокат айтса? Өзінің уақытысымен қазір. Кетіп қалды, 8-і болды. Сағат ДТП 5:10-да болды. Брат, біттісің ғой сен, жаңа іштен шық дедің ба, принципиально шықпадым. Саған емес ол. Сен мені шығара алмайсың, не кіргізе алмайсың. Жүремін, өткіземін. Жоқ, мен сені өткіземін, сіздігін тапсырам. Жүрсе кім, атыңды айтпадым, мақыл атын айтпадым. Мен соған кеп тұрмын. Жоқ, мен сені күдік ұстап тұрмын да мен сені. Қашатын адам бұл жаққа мүлдем келмейді. Камераң айтып тұрмын мен сені. Сіздігін тапсырса, жүр, сіздігін тапсыр, кетеміз, болып бірге шығып кетеміз. Сен кімсің сен вообще? Өтізейін. Сен кімсің? Мақыл айналайын, жүр. Жоқ, кімсің сен? Сіздігін тапсыршы, жүр. Камераң айтып тұрмын, кімсің сен? Ондай полномочияң бар ма? Жоқ, сен мені соқтың ғой, дұрыс па? Кім? Соққан жоқпын мен сені. Сен нарушительсің. Сізді ғой жаңа инспектор сізді. Кешіріп қой, ол анықталған жоқ әлі, не айтып жатырсың? Сен енді мойындамайсың ба сонда енді? Не үшін мойындаймын мен? Мен саған ашын келдім да, келіп, инспектор, жүр, сіздің тапсыр деп жатқан жоқпын саған. Сен мені соққаннан кейін, мен сен жүр. Қай жерің соқтым мен? Жоқ, мен өттім ғой, қай жерің соқтым? Мен полный өттім. Айтсайын, камераң айтсай, қай жерің соқтым? Аяғын соқтым. Аяғыңды? Иә. Немен соқтым? Ай деп айқайладың ғой мен. Қашан? Сен ади істеп тұрсың ба? Қашан? Шегіп алғансың ба? Қашан деймін? Сағат 5:10 кеткенде бүгін. Анықталып тұр ма ол? Иә, видеоның бәрі бар ғой. Кән көрсетші видеоны. Бауырым, сен ади істеп жатсың ба? Сен шынымен сен ади істеп тұрсың ғой? Шынымен сен андай қыласың ба, ережі? Сен ади істеп тұрсың ғой? Жүрсе, сіздігін тапсырса кет. Саған камераны принципиально сенмен бармын.
өтпейсің ба сонда бас тартасың мен? Бас тартпаймын. Өзім барып өтемін. Сен кімсің, сен мені барып өткізетін? Сен ешқандай полномочия, гражданский сен кешіріп қой, айналайын. Мен соқтың ғой сен енді. Ешкім соққан жоқ сен. Адвокат емессің, айтшы. Өткен дұрыс па, өтпеген дұрыс па? Бұл әділ болса, шын болса өту керек, дұрыс па? Дұрыс па? Әділ болса, шын болса, таза болса өту керек. Одан ешқандай қарсылығы жоқ оның, дұрыс па? Аға, мен сізге айттым. Енді адвокат өзі айтып жатыр, өтсін деп жатыр енді. Айтшы енді. Кім? Адвокат өзі айтып жатыр. Сен адвокатың ғой. Ешкім бұзатқан жоқ, өтсін деп жатырмын. Мен артық еш нәрсе айтып жатқан жоқпын. Айқайласпаймын. Өтсінші. Мақұл, міне бауырым айналайын. Хорошо, полицияға сыйлаймын. Өтсінші просто мен көзімше, мен что, күмән спокойно жатыршы. Өтуге келіп тұр ма? Өтуге келіп тұр. Отыр ғой, өткен жоқ қой. Келіп тұр, өзі өтеді. Сен өстіп шықпасы іште